тауықтарым мүлде тумайды, жүні түсіп, әлсіреп, қырылып, өліп жатыр дейтін адамдар дәл осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Көп адамдар кінәні әтеш пен тауықтан іздеп жатады, бірақ өзіңіз таңнан кешке дейін қандай күтім көрсетіп жатсыз, соны төменге жаза кетсеңіз, келіп жатқан сан түрлі сұрақтарға дәл осы бір видеомен жауап қылып қайтаратын боламын. Ең бірінші, тауықтарыңыздың жататын жері жайлы, жылы, есік терезесі бүтін болу керек. Екіншісі, ең маңыздысы тазалық. Биттегенін күтіп жүрмей, дәл осындай битке қарсы порошоктерді 2 ай сайын тауықтарымның алдын алып, қорамның ішін әктеп, күнделікті тазалықтарына қатты мән беремін. Үшіншіден, тауықтарыңыздың иммунитеті төмендеп, ауруға бейім болып, жағдайы нашарлаған жағдайда дәл осындай пенсилинмен ағзасын тазартып, чек-тоник деген витамин беріп қойыңыздар. Қыста тауықтарыңызға ең керекті барлық витаминдер жиналған филуцин витамині аппетитін ашып, көңіл-күйін көтеретін дәл осы витаминді сіздерге де беруге кеңес беремін. Әрине, тек ондай витаминдерге жүгінбей, дәл осындай үйдегі картошка, морковты езіп, капуста мен жуаны да беріп қойыңыздар. Нағыз таптырмайтын витаминдердің барлығы дәл осы көкөністердің бойында. Үйдегі желінбей тұрған вермишелдерімді де малдың майына қуырып, тауықтарыма жем қылып беріп тастаймын. Ең бастысы, тауықтарыңыз аш қалмасын. Төртіншіден, әрине тауықтарыңыз ауырып қалған жағдайда карантинге қойып, бірден емдеу жұмысын бастап кеткеніңіз өзіңізге жақсы. Тауықтарыңыздың жұмыртқасын, етін жеп пайдасын көрем десеңіз, болашағы сіздің қолыңызда. Әрине, ең соңғы бесіншісі қамқорлық. Жалқаулыққа салынып, қамқорлық жасауды ұмытып кетсеңіз, кез келген қиындықтар туындауы мүмкін. Сондықтан да бейнетіңіздің зейнетін көру барлығымызға бұйырсын. Парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өз тәжірибем бойынша сіздермен бөлісіп отырамын.